بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Құрметті жамағат, біздер имам Муслимнің Сахих кітабын оқуды жалғастырып жатырмыз. Кешегі өткен дәрісімізде истисқа намазы туралы, яғни жаңбыр тілеу туралы, яғни жаңбыр тілеудің үш көріністе болатындығын, бірінші жамағатпен дұға жасау, одан кейін жұма хұтпасында дұға жасау арқылы, және үшіншісі екі рәкағат намаз оқып, одан кейін жаңбыр тілеу. Осындай үш көріністе болатындығын кешегі дәрісімізде өткен едік. Енді бүгінгі дәрісімізде күн тұтылу және ай тұтылған кезде оқылатын намаздар туралы хадистер оқитын боламыз. Ан Айшата уммул муъминин радиаллаху анха аннаха қалат. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, былай дейді: Хасафа шамсу фи ахди Расулилlah саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында күн тұтылды дейді. Бұл хадистің шархында осы хадистің түсу себебін былай түсіндіреді. Ибрахим деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ұлы дүниеден өтеді бір күні, сол күні күн тұтылды дейді. Яғни қарап тұрсаңыз, бір сәйкестік. Ибрахим деген баласы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған кезде сол күні күн тұтылған екен. Сол кезде адамдардан кейбір айта бастады дейді: бұл міне Ибрахим деген баласы дүниеден өтті, сол себептен күн тұтылды деп айта бастады. Және адамдар жахилет дәуірінде, надандық замандарында айтатын болған, расында күн және ай бір адамның өлімімен, яғни ұлы үлкен адамның өлімімен тұтылады деп айтатын болған екен. Сондай бір себеппен Ибрахимнің дүниеден өтуіне күн тұтылды деп адамдар айта бастаған. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тұрды да, сол күн тұтылған кезде орнынан тұрып намазға тұрды дейді. Мұсылмандар артында сап тұрды. Кусуф намазын оқыды. Кусуф намазы екі рәкағат қылып оқылды. Намаз біткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдарға бұрылып құтпа оқыды дейді. Және былай деп айтты: Инна шамса уал қамара мин аятиллахи. Расында күн де, ай да бұл Алланың белгілерінен, немесе аламатихи ал-кубра, немесе үлкен белгілерінен деп айтты дейді. Ва иннахума ла яксифани ли маути ахадин ау ли хаятихи. Расында ол екеуі бір адамның өлді екен деп, немесе бір адам дүниеге келді екен деп тұтылмайды дейді. Бір адам дүниеден өтті екен деп, немесе бір адам дүниеге келді екен деп, бұл екеуі тұтылмайды деп жатыр. Расында бұл күн мен айдың тұтылуы Аллах Тағаланың аяттарынан, және бұл Аллах Тағала осылайша құлдарын қорқытады дейді, күн тұтылуымен, ай тұтылуымен. Сондықтан осы екеуінің тұтылғанын көрсеңдер, онда Алланы ұлықтаңдар, Аллаға дұға алыңдар, және намаз оқыңдар, және садақа беріңдер деп айтқан екен. Қашанға дейін? Күн мен ай тұтылғаннан ашылғанға дейін дейді. Күн ашылғанға дейін емес, ай ашылғанға дейін осылай жасаңдар деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Одан кейін құтпасын жалғастырып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Я уммату Мұхаммадин, ей Мұхаммедтің үмбеті, қайсы бір адам зина жасайтын болса, Аллах Тағала ең қатты қызғанады ол адамды дейді. Яғни адамның зина жасап сондай күнәға батқанын ең қатты Аллах Тағалаға сол қызған қарайды дейді. Сол күнәға бармауын қалайды дейді. Одан кейін расында зина ол үлкен күнәлардан, және Алланың атымен ант етейін дейді: Лау та'ламуна ма а'ламу. Егер сендер менің білгенді білгендеріңді еді,
ла дахиктум қалилан, аз күліп, уәла бәкетум кәсирун, көп жылайтын едіңдер. Және әйелдеріңе төсекте әйелдеріңе бармас едіңдер дейді. Яғни менің білгенімді білгендерінде еді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи сөзін жалғастырып, Аллахумма хал аллахту, Аллахым мен жеткіздім бе деп екі рет айтты дейді. Осындай жағдайды бізге баяндады осы хадисте. Енді бұл хадистен алатын бізге түйін, бізге бұл хадисте дәлел болады дейді. Күн тұтылған кезде немесе ай тұтылған кезде намаз оқудың шариғатқа енгізілгені. Және одан кейін күн мен айдың тұтылуы бір адамның өлімімен немесе бір адам дүниеге келуімен болмайтындығы. Және одан кейінгі алатын түйін, сол намаздарды ұзақ қылып оқу. Өйткені хадисте қиямда ұзақ тұрды деп келеді. Рукукте ұзақ тұрды, сәждеде ұзақ болды деп, яғни намазды ұзағынан оқу. Және намаз біткеннен кейін хұтпа негізі хұтпасы жоқ. Мысалы айт намаз біткеннен хұтпа бар ғой. Бірақ күн тұтылғаннан кейін, намаз оқылғаннан кейін хұтпа айтылмайды, жай ғана бір насихат уағыз айтылады, бірақ андай арнайы хұтпасы жоқ. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күн тұтылған немесе ай тұтылғанын көрсеңдер, Алланы ұлықтаңдар деп айтты, дұға қылыңдар деп айтты, намаз оқыңдар және садақа беріңдер деп айтты. Сол себепті бұның арнайы хұтпасы жоқ. Және осындай жағдайда күн тұтылғанда немесе ай тұтылғанда құлшылыққа қарай асығу. Бірден күн тұтылған бойда бірден құлшылыққа қарай ұмтылу. Бізде көбіне күн тұтылған кезде адамдар арнайы бір әйнектерді алып алып, соны күн тұтылғанын тамашалағысы келеді. Немесе ай тұтылғанын тамашалап, соны телефонға түсіріп, оны әлеуметтік желіге салып, бірінші болып хабарлағысы келіп, сондай бір әрекеттер жасайды. Ал негізінен олай емес, бәлки бірінші кезекте Аллаға құлшылық қылуға асығу. Бірден күн тұтылып отыр ма, бірден дәрет алып намаз оқуға, мешітке қарай келу. Имам мешітте болса, имамдыққа шығарып, артынан жамағат болып намазға тұру. Және намаз ұзағынан оқуға тырысу. Ол кезде әлі күн ашылмаған болса, онда дұға жасау көбірек. Онда да ашылмаған болса, садақа беру. Осындай әрекеттер жасауымыз керек емес. Және хадистің соңында көп күлкінен тыйды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Менің білген, көргенімді, менің білгенімді білгендерінде еді, аз күлетін едіңдер деп жатыр. Өйткені көп күлкі жүректі өлтіреді дейді. Және көп күлкі адамның ғафлетте, ақыреттен ғафлетте болатындығын, осы нәрсе дәлелі болады. Яғни адам өмірінде күлкіге арнай берсе уақытын, сол ойын сауыққа арнай беретін болса, ол ақыреттен ғафлетте қалып қояды, уақытын босқа өткізген болады. Мысалы қиямет деген сүреде мынандай аяттарын келтіреді. Фаиза бариқал басар, көз шарасынан шыққан кезде, хасафал қамар, күн қамар деген ай ғой, ай қап-қараңғы болып жойылып кеткен кезде, қамар, ай мен күн жинақталған кезде, сол кезде адам айтады, қашатын жері қайда? Қияметтің оқиғасын келтіріп жатырмын. Яғни осы аяттардың тәпсірінде фаиза бариқал басар, көз шарасынан шыққан кезде дегені қиямет күнінің жағдайын айтып отыр дейді аят тәпсірінде. Яғни қиямет күнінің сондай ауырлығын, қиындығын көрген кезде адам шошып кетіп, қатты қорыққаннан көзі тоқтап қалады. Көзі тоқтап, көзі бақырайып, шарасынан шығып кете жаздайды деді, қатты шошығаннан. Сол кезде айдың жоғалып кеткенін көресіңдер, және ай мен күн жинақталып қалғанын көресіңдер. Сол кезде адам айтады, қашатын жері бар ма?
құтылатын жер қайда барып тығыламыз? Адам бір нәрседен қорықса үйге келіп тығылады. Ал ол кезде қиямет күні үйіңіз болмайды, тығылады. Қашатын жер қайда деп адам қатты қиналып қалады дейді. Міне сондай қиямет бізді күтіп тұрған кезде адамдар болса өмірін ойын сауықпен күлкімен өткізіп жататыны өте ғажап нәрсе дейді. келесі хадис. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جابر بن عبد الله الله razı olsun былай дейді. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر. Күн қатты бір ыстық болған күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында күн тұтылды дейді. Яғни күн тұтылды және сол күні өте күн қатты ыстық болды дейді. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларымен бірге намаз оқыды дейді. فأطال القيامة. Намазда қиямда өте ұзақ тұрды. Тіпті ұзақ тұрған сонша адамдардың кейбірі есінен танып құлай бастады дейді. Одан кейін рукукқа барды. Рукукқа барған кезде де рукукта ұзақ рукукта тұрды. Одан кейін рукуктан басын көтерген кезде тағы да ұзақ рукукта қиямда ұзақ тұрды. Осылайша намазын сипаттап жатыр. Яғни осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 ракағат немесе 4 ракағат намаз оқыды деп келеді. Немесе 2 ракағат намаз оқыды деп келеді. Яғни күннің ашылу ұзақтығына байланысты намазды ұзақ оқылатын болған осылай. Одан кейін намаз біткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: иннаху урида алейя куллу шайин тулажунаху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, намаз біткеннен кейін артына бұрылып сахабаларына айтып отыр: расында маған сендердің кіретін жерлерің көрсетілді, ұсынылды дейді. Маған жәннат ұсынылды дейді. Яғни адам қиямет күні жәннатқа кіреді және тозаққа кіреді. Екеуінің біреуіне кіреді. Сол бірінші жәннатты сипаттап жатыр. Маған жәннат көрсетілді және мен сол жәннаттағы жүзім жемістерінің бір шоқ жүзім жемісіне қолымды созып алғым келді дейді. Жәннат көрсетілген сонша, тіпті оған сол жүзім жемістері көрсетілген, соны қолым созып алғым келді, бірақ ала алмадым дейді. Одан кейін маған тозақ көрсетілді дейді. Тозақтан маған Бәни Исраилдік бір әйел көрсетілді. Ол мысықты бір бөлмеге қамап қойып, оған тамақ бермей қойды дейді. Тіпті оны өзі жерден тамақ іздейсің деп, оны босатып та қоймады. Сол үшін ол тұзақта азапталып жатқанын көрдім дейді. Одан кейін Әбу Сумамата Амр ибн Малик деген адамды көрдім дейді тозақта. Оның ішек қарны ақтарылып тозақта азапталып жатқанын көрдім дейді. Және адамдар айтатын еді: күн мен ай бір адамның, үлкен бір адамның дүниеден өтуімен тұтылады деп айтатын еді дейді. Ал мені мен сендерге айтайын, күн мен ай ол Алланың белгілерінен, аяттарынан. Оны сендерге Аллах Тағала осылай күн мен айдың тұтылуын көрсетеді, құлдарын қорқыту үшін. Сондықтан күн тұтылғанда немесе ай тұтылғанда ол ашылғанға дейін намаз оқыңдар деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Бұл хадистен көріп тұрғанымыздай, күн тұтылғанда немесе ай тұтылғанда азан шақырылмайды, қамат түсірілмейді. Өйткені азан мен қамат бұл парыз намаздарға ғана айтылады. Және бұл жерде тағы қосымша жәннат көрсетілгенін, тозақ көрсетілгенін айтады. Және бұл екеуі жәннатта, тозақта қазірдің өзінде бар. Олар уиддат лил муттақин, тақуалар үшін дайындалып жатыр. Жәннат уиддат лил кафирин, ал тозақ
кәпірлер үшін дайындалып жатыр. Келесі хадис ол да осылай басталады, яғни күн тұтылды, одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оқыды деп келеді. Одан кейін намаз біткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарға бұрылып құтпа оқыды. Бірінші Аллах тағаланы мақтады, оны ұлықтады. Содан кейін былай деп айтты: маған жәннат көрсетілді, және тозақ көрсетілді деп айтты. Осы хадис ұқсайды осыған. Және сендердің қабірдегі азап көрсетілді деп айтты. Қосымша, бұл хадиске тағы қосымшасы бар. Жәннат көрсетілді, тозақ көрсетілді, және қабір азабы көрсетілді деп жатыр. Дәджалдың сынағы секілді қабірдегі жағдай көрсетілді деп жатыр. Одан кейін қабірде адамдарға сұрақ қояды дейді: сен бұл адам туралы не айтасың, қандай білімің бар деп сұрақ қояды дейді. Сол кезде егер ол адам момын мұсылман болса, ол айтады: ол Мұхаммед, ол Алланың елшісі, бізге ашық дәлелмен, тура жолмен келді деп 3 рет жауап беретін болады дейді. Сонда оған ұйықта сен сұраққа дұрыс жауап бердің және сен мұсылмандардансың деп айтылады дейді. Және ол сол кезде жақсы ұйқымен ұйықтайтын болады дейді. Ал мұнафиқ болса, немесе кәфір адам болатын болса, оған сол сұрақты қойған кезде білмеймін бұл кісінің кім екендігін, бәлки адамдар ол кісі туралы не айтты, мен тек қана соны ғана айтамын деп жауап береді дейді. Міне осындай хадис келтіріп жатыр. Бұл хадисте қосымша жаңағы жәннат пен тозақ көрсетілді деп жоғарыда хадисте келді ғой. Бұл хадисте қосымша қабір азабы, қабірдегі жағдай туралы, қабірдегі сұрақ жауап туралы қосымша айтып кетіп жатыр. Одан кейін келесі хадис: ан Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху. Абдулла ибн Аббастан келетін хадисте онда да осындай жағдайды сипаттайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи заманында күн тұтылды, және пайғамбар саллаллаху алейхи адамдармен бірге намаз оқыды, және намазда қиямда тұрған кезде Бақара сүресі оқитындай уақыт қиямда тұрды дейді. Бақара сүресі 50 бет болатын болса, 50 бет оқитындай ұзақ қиямда тұрғанын көреміз бұл жерде. Яғни рукукте де ұзақ тұрды, рукуктен тұрғаннан кейін ұзақ тұрды, сәждеге де ұзақ тұрды деп осылай намазды сипаттайды. Одан кейін намаз біткеннен кейін күн ашылды дейді. Күн ашылғаннан кейін адамдарға қарап былай деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: инна шамса вал қамара аятан мин аятиллахи. Расында күн де, ай да Алланың аяттарынан болған аят, 2 аят. Ол екеуі бір адамның өлімімен немесе бір адамның дүниеге келуімен тұтылмайды. Қашан осы екеуінің тұтылғанын көрсеңдер, Алланы еске алыңдар деп айтты дейді. Сол кезде адамдар сұрақ қойып: ей Алланың елшісі, біз сіздің қолыңызды созғаныңызды көрдік деп айтты. Және қолыңызды жұмғаныңызды көрдік деп 2 сұрақ қойған. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: инни раайту аль-джанната. Расында мен намаз оқып тұрған кезде жәннатты көрдім дейді. Және сол жәннаттағы жемістерді алуға қолымды создым, бірақ ала алмадым дейді. Егер сол жеміс алғанымда дейді, сендер бұл жемісті дүниеден өткенге дейін жейтін едіңдер деп айтқан дейді. Және маған тозақ көрсетілді, және тозақтың көпшілік тұрғандары әйелдер екенін көрдім дейді. Сол кезде не үшін Алланың елшісі әйелдер тозақта көбірек болады деген кезде бекуфрихинна деп айтты. Өйткені күфірлік жасайды деп айтқан. Қила, сонда айтылды: аякфурна билла, олар сонда Аллаға қарсы келе ме сонда деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: бил куфри ал-ашир, күйеуіне қарсы келеді деп айтқан. Ва би куфри ал-ихсани, және жақсылыққа қарсы келеді. Ахсанта иля ихдахунна ад-дахра, егер сен сол әйелдердің біреуіне
бір ғасыр бойы жақсылық жасасаң дейді, одан кейін ол әйел сенен бір жамандық көріп қалса дейді, қалат, ол әйел айтады дейді, мен сенен ешқашан жақсылық көрмедім деп айта салады дейді. Міне бұл хадисте де кішкене жоғарыдағы хадистерден айырмашылығы бар екенін көреміз. Міне бұл хадисте де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрақ қояды, міне сіздің қолыңызды созғаныңызды көрдік, және қолыңызды жұмғаныңызды көрдік. Оның себебі не деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннат көрсетілді, жәннаттағы жемісті алуға тырыстым, бірақ ала алмадым. Егер алғанымда сендер бұл жемісті дүниеден өткенге дейін жейтін едіңдер. Таусылмайтын, жәннаттың жемісі таусылмайтындығын осы хадистен көреміз. Және бұл хадистің шархында ғұламалар түсіндіреді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннатта шынайы бейнесінде көрді дейді. Ақиқи жәннатта көрді және сол жемісті алуға тырысты дейді. Ал егер алғанда еді, оны дүниеде өткенге дейін оны жей беретін едіңдер. Яғни тозақ көрсетілді деп жатыр. Тозақта әйелдердің көп екендігін көрді деп жатыр. Не үшін деген кезде, өйткені олар күфірлік қылады. Кімге? Аллаға күфірлік қыла ма дегенде, жоқ, күйеулеріне қарсы келеді деп жатыр. Яғни міне әйелдердің, бұл жерде барша әйелдер тұрған жоқ. Тек қана күйеуіне қарсы келетін әйелдерді ғана айтып отыр, тозақта көбірек болады. Яғни күйеуіне бойсұнбау, күйеуіне қарсы келу, және тіпті егер сол әйелдің біріне бір ғасыр бойы жақсылық істесең, сосын сенен бір жамандық көрсе, сен маған ешқашан жақсылық жасамадың деп оп-оңай айта салады. Яғни ол нығметке шүкірлік етпеу. Яғни адамның қолына нығметтер беріледі. Сол нығметке шүкір етпейтін болса, ол тек қана әйел адам емес, ер адамға да қатысты. Егер ер адам оның қолында Аллах Тағала не нығметтерді береді, ол сол нығметке шүкір етпейтін болса, онда оған да тозақтан азап беріледі. Сондықтан ол бір жақты ғана қарамау керек. Әйел жақсылық істесең, олар сондай шүкірсіз. Өзің қандайсың сонда? Әйелдер сондай дейтін бол, өзің қандайсың? Аллах Тағала саған қанша ғұмыр берді, қанша денсаулық берді, қанша бос уақыт берді. Бүткіл өміріңді тек қана дүниеге табумен өткізіп жатқан жоқсың. Дүние қолыңда тұр. Енді қолың босап қалды. Жұмыс істеуден қолың босап қалады. Не істейсің сол кезде? Қол босаса адам не істейді? Серуендегісі келеді, жатып алып кино көргісі келеді, достарымен бір жерде отырып тағы көңіл көтергісі келеді. Қол босап қалды өйткені. Ал сол бос уақытыңды сен нығмет деп көрмей түсің. Оны Алланың берген нығметі, маған берген бұл мүмкіндік, сол мүмкіндікті пайдаланып мен Раббыма құлшылық қылайын, Құран оқиын, Раббымды зікір етейін деген нәрсемен шұғылданбай отырмыз. Міне қарап тұрсақ, мешіттерге де адамдардың келетін, мысалы, адамдардың саны өте аз келеді. Мешіттер толмай қалады. Кішкентай мешіттің өзі 5 уақыт намазы толмай жатады. Одан кейін намаз біткеннен кейін де адамдардың мешіттері босап қалып жатқанын көреміз. Бұл не деген сөз? Яғни адамдар Құдайға иман келтіргенімен, оның Аллах Тағаланы шын туайтында, оның көріп тұрғандығын, бақылап тұрғандығын, әрдайым 24 сағат Аллах оның қасында екендігін адам сезінбей тұрғанын көреміз. Сол себептен адамдар бос уақыттарында көбіне көңіл көтерумен, қызық нәрселерді тамашалаумен өткізіп жатқандығын көреміз. Және міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жоғары хадисте айтып кетті: менің көргенімді көргендеріңе еді, сендер аз күлер едіңдер, көп жылар едіңдер, тіпті әйелдеріңізбен төсекке бармай қалар едіңдер деп айтып отыр. Сондықтан өте қияметтің жағдайы біз ойлағандай оп-оңай өтіп кете салатын нәрсе емес, бәлки үлкен жауапкершілігі бар, оған тиянақты дайындалып бару керек екендігін осы хадистерден аңғартады. Жақсы, бүгінгі осы күн тұтылуға қатысты және ай тұтылуға қатысты хадистеріміз осымен тамам болды. Енді тағы да айтып кететін нәрсе, жалпы күн тұтылған кезде жамағатпен
имамдыққа бір адамды шығарып, имамды шығарып жамағатпен оқылады. Ал айт тұтылған кезде адамдар жеке жеке намаз оқиды. Айт тұтылған кезде жамағатпен оқымайды, бәлки адамдар жеке жеке намаз оқиды. Күн тұтылғанда жамағатпен оқылады. Осы нәрсені ескеріп жүріңіздер. Енді келесі дәрісте иншалла жаназа кітабын бастаймыз. Жаназа қатысты адам дүниеден өтерден алдын қандай жағдай болады, ауыр адамды зиярат еткен кезде не айту керек, ауыр адам дүниеден өткен кезде оған алғашқы қандай жағдайлар жасалу керек, одан кейін оған кебін қалай дайындалады, оны қалай пәктеледі, оған жаназа қалай оқылады, оған қандай жер қазылады, оған қалай жерленеді. Осы барлығы түгелдей иншалла келесі дәрістерімізде айтатын боламыз. Бұйыртса дүйсенбі күні дәріске қатысыңыздар. Өте маңызды хадистерді, аяттарды өтетін боламыз. Бүгінгі хадиске қатысты, дәріске қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Екі рекағат, енді біздің мазхабта истисқа деген ол дұға, жаңбыр тілеу, ол біздің мазхабта, Абу Ханифа мазхабында дұға болып табылады. Ал қалған үш мазхабта истисқа ол намаз болып табылады. Енді намаз оқыса да болады. Көбіне бізде тасаттық жасайды, онда ауылдың сыртына шығып, мал сойып, адамдарға ет таратып, тамақ таратылады, намаз оқиды имам, одан кейін дұға жасайды. Сондай әрекеттер, яғни қай-қайсысы да дұрыс. Дұға жасасаңыз да дұрыс болады, жаңа екі рекағат намаз оқысаңыз да дұрыс болады. Осындай жағдай, мысалы ғалымда хадисте өттік қой, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітте жұма хұтпасын оқып тұрған кезде бір адам келіп хұтпаны тоқтатып, Алланың елшісі, біз малымыз құритын болды, жолды жабылатын болды, жаңбыр жаумай қойды, Алладан сұраңызшы бізге жаңбыр жаудырсын деп. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол хұтпадан тұрып Алладан дұға тілейді, бізге жаңбыр жаудыр деп 3 рет айтады. Содан кейін аспанда ешқандай бұлт жоқ еді дейді. Анас ибн Малик осы хадисте айтып жатыр. Бұлт жоқ еді, бұлттың көлеңкесі де жоқ еді. Бір уақытта сол таудың ар жағынан қалың бұлт келе бастады және жаңбыр төгіп бастады дейді. Сол жаңбыр бір апта бойы, 7 күн бойы жауған. Келесі жұма күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы хұтпада тұрған кезде ана жаңағы адам қайтып келеді. Алланың елшісі, малымыз құритын болды, жолдар жабылатын болды, Алладан сұраңызшы мына жаңбыр тоқтатсын дейді енді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолын жайып тағы да дұға тілейді. Хадисте байқасаңыз қол жайып дұға тілейді деп айтады. Қолын жайып тағы да дұға тілейді. Дұға тілеген кезде бізге жаңбырды жаудырма деген жоқ, бәлки жаңбырды біздің айналамызға жаудыр, біздің үстімізге емес, ағаштарға өсуіне, сайларға жаудыр деп Алладан дұға тілейді. Көріп тұрғанымызда жаңбыр жаудырудың дұғасы бар, жаңбырды тоқтататын да дұғасы бар екенін көреміз осы хадистерде. Бұл хадисте көріп тұрғанымызда пайғамбар намаз оқыған жоқ. Бәлки жамағатпен хұтпада тұрып дұға тілей салды, сол дұғаның нәтижесінде жаңбыр жауды. Сол үшін де біздің мазхабта истисқа ол дұға дейді, жаңбыр тілеу дұғасы дейді. Жақсы. Бар ма тағы сұрақтарыңыз? Олай болса дұға жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabbana Kerim, Allah'ım bizlere özümüzde zulümdük kıldık. Eğer sen bizi geçirmesen, eğer sen bizi meyrimini almasan, elbette kasretke yaşayanlardan bulamız. Sonuçtan bizlerden bozulgan dünyada bir жасаған, bilmей жасаған күнәларымызды, қателіктерімізді, кемшіліктерімізді кешіргейсің. Біздерді өзің тура жолға салғайсың, тура жолға жүргізгешіне, тура жолдан біздерді адастырмағайсың. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed bi rahmetika. Allah.